Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақ елі, қара ормандай қалың елім қазағым. Мен сіздерге бүгін және айтайын дегенім, міне шешем, 80 жастық шешемді гаранти деп ұстап алып кетіп, қамап тастаған үлкен суық үйге. Мынау қыстың 12 айдың аязы қандай суық. Осындай кезде апарып, сондай бір қалың 100 адам жатама, 300 адам жатама, сондай жерге апарып қамақ қойыпты. Оны білмеймін қанша адам жатқандығын. Жоқ, жалғыз өзім бір үйге қамақ қойды ма, оны да білмеймін. Апарып үйінен үйінен сүйреп алып шығып апарып бір жерге апарып тастапты. Білмеймін қайда апарып тастаған. Енді осы кісінің маған хабарын беріңдер. Тірі ма, өлі ма, мына кісінің хабарын беріңдер. Егер сендердің қолдарыңда өліп қалатын болса, мен сендердің жағадарыңа жабысқан. Мен сендердің жағадарыңа жабысқан. Мен кегімді алмай қоймаймын. Мен Іле Қазақ автономиялы облысы Құлжа ауданы және Қас ауылдық аудандық қатысты орындардан, ауылдық қатысты орындардан мына кісіні тезден шығарударыңды талап етемін. Мына кісіні өлтірмеңдер, тезірек шығарыңдар. Мына кісі 3 баласының дертінде, жазықсыз сендердің түрмедеріңде жатқан 3 баласының дертінде қайғыдан қан жұтып жүрген адам. Мынаны енді апарып, рухани жақтан қиналып жүрген адамды енді физикалық жақтан қинап өлтіретін болсаңдар, мен сендердің жағадарыңа жабысқан. Онан кейін айтатыным, бұл менің екінші ағам Ділшат Оралбайұлы. Күйтің қаласында тұрады бұл кісіде. Бұл кісіне 2018 жылы міне екі қарындасымен қосып, мынау кіші қарындасы Бағила Оралбайқызы, мынау үлкен сіңілім Бақытгүл Оралбайқызы, міне үшеуін бірдей 2018 жылы 3 айда тұтқындап әкеткен. Содан бері қарай қамап тастады. Адамның жаны сендердің ойыншықтарың ба сонда? Адамды құқық дейтін нәрсе бар. Бұлар не қылмыс өткізіпті сендердің алдықтарыңда? Бұлар қылмыс өткізетін адам емес. Қылмыс өткізбейді да, өткізіп те көрген жоқ. Ежелден қылмыс өткізіп көрген жоқ бұлар. Ал сендер нені сылтау еттіңдер? Әуелі десең бір сылтау ететін нәрседеріңде жоқ. Ештеңе жауап бере алмайсыңдар. Мен 5 жыл болды сұрап жатқалы. Енді шығарыңдар, дереу босатыңдар мынадарды. Мен бірталай жұмыс істеп қойдым, және жалғастырып істеймін. Абыройыңның барында менің туыстарымды тезірек шығарып жеріңдер. Тезден босатыңдар. Менің туыстарым, мына 3 туысым, сүттен ақ, судан таза адамдар. Адам баласының алдында қылмыс өткізген пенделер емес бұлар. Ешқандай жерде заң бұзатын адамдар емес. Заңды да біледі. Білім десе білім бар. Үйрену деп әкеттіңдер. Басында үйренсін деп. Бұлар үйрену қажет етілмейді. Әрбірінің қолында 2-ден 3-тен университеттің книжкесі бар. Ештеңе үйрену қажет емес бұларға. Қытайша үйретем десең, қытайшаны чемішкесе жағатын мықтыдар. Неменеге ұстап әкетіп отырсыңдар бұны? Енді дереу жіберіңдер. Ұмытып қалған болсаңдар, ана шығарып жеріңдер дереу. Мынадардың балаларының екі көзі мөлдіреп, қашан келер екен шешем, қашан келер екен деп, мына екі қыздың кішкентай кәмелетке жетпеген балалары бар болады. Екі көзі мөлдіреп тосып отыр. Дүниеде осындайда қорлық бола ма? Қытайда туылып қалғандық үшін осынша қорлайсыңдар ма сендер? Адам баласын. Енді карантин деп қинап жатырсыңдар, елдің бәрін апарып қамап. Мынадарды шығарыңдар, тезден шығарыңдар. Босат туыстарымды. Менің туыстарымды босатпайтын болсаң, менің қолым сенің жағаңда. Тезден босат. Туыстарымды тезден босат. Қытай өкіметі, Күйтің қалалық қатысты орындар, заңды орындар, туыстарымды тексеріңдер, шығарыңдар, тезден босатыңдар. Мен қатаң талап етемін. Мен жұмыс істеп жатырмын. Мен бекерден бекер жатқам жоқ мына жақта. Жұмыс істеп жатырмын. Мен және жалғасты жұмыс істеймін. Абыройларыңның барында туыстарымды шығарыңдар. 2022 жылы бүгін 11 айдың 23 күні.